Ассалаумағалейкум қазақ елі, майдан жалғасып жатыр. Достар, міне Хатай провинциясынан келдік. Кішкене ауырып қалдым. Осы бір аптадан кейін емделіп, сіздерге эфирға шығып, міне Ақ теңіздің жағасындамын. Қазақ елі, мынау қазіргі сайлауға қатысып жатқан бізді ұлтшылдарды елден қудырып, мынау алаңды тазартып, халықты алдап, жаңа цирк ұйымдастырып жатыр. Ринат Зайытов, Арман Шораев, Мұхтар Тайжан, Абзал Құспан, қазір соларды кіргізеді парламентке. Тіпті Ринат Зайытов айтып жатыр, анау парламентқа барып өзгертпесек, жай айқайлағаннан не пайда? Мен айтарым, олар бір мандатпен баратыр да, олар ештеңе парламентта өзгерте алмайды, өйткені олар саяси партия емес, оларда ешқандай коалиция жоқ. О, бір 4 адам қырыя айтады, неге қазақша сөйлемейсіңдер? Популизмді, Абзал Құспандікі да популизм. Мысалы, Абзал Құспан өз ұлтшылдарды сатып кетті, қалай? Мені елден шығарып болды. Путиннің тапсырмасын орындап, енді соған соның орнына Тоқаев құрмет орденін беріп, қазір парламентке депутат болайын деп жатыр. Мынау Иса пайғамбардың несінде бар ғой? Продался за 30 серебряников. Енді біз ұлтшылдар не істейміз? Біз бәрбірде бұл күресті тоқтатпаймыз, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Құдай қаласа, осы көктемнің аяғында Қазақстан ұлтшылдары, осы циркқа қатыспайтын ұлтшылдар Түркияға келгісі келеді, сонда ниеттері бар. Енді осы жақын күндері осы YouTube несінде жариялаймын, қай күні бір белгілейміз, бүкіл ұлтшылдар бас қосып, ары қарай қалай күресті жалғастырамыз. Өйткені мынау 350 қазақты атып өлтіріп, қан төккен режиммен білмеймін, кім бұл үкіметке барып, қалай өзгертейін деп жатыр. Қаншама қазақтың қаны төгілді, бірақ ешкім сотталмады. Бұл қылмысқа кім жауап береді? Бұл сұрақтарды өкінішке орай билікке ешкім қоймайды.